Мемлекеттік тіл қоғамды біріктірудің негізгі факторы жобасы. 2020 жылдың қыркүйек-қараша айлары аралығында Қазақстан Республикасы Ақпарат және қоғамдық даму министрлігінің қолдауымен азаматтық бастамаларды қолдау орталығы коммерциялық емес акционерлік қоғамның мемлекеттік гранты аясында мемлекеттік тіл қоғамды біріктірудің негізгі факторы жобасы жүзеге асырылды. Жобаның мақсаты азаматтық қоғам өкілдерінің қатысуын жандандыру арқылы мемлекеттік тілді білуді насихаттау және танымал ету. Жоба аясында мемлекеттік тіл ел бірлігінің негізгі факторы тақырыбында қоғамдағы тұрақтылықты сақтауда мемлекеттік тілді дамытудың жағдайы, проблемалары мен перспективалар туралы түсіндіру жұмыстары жүргізілді. StreamYard платформасында жүргізілген кездесулерде саясаткер, ұлт бағдары қозғалысының төрағасы Дос Көшім, саясаттанушы Расул Жұмаұлы, журналист әрі қоғам белсендісі Максим Рожин сынды танымал тұлғалар баяндама жасап, қатысушылар тарапынан қойылған сұрақтарға жауап берді. Сондықтан тілдік мәселені айтқан уақытта біз әр уақытта сіздер байқаған шығарсыздар, мен орыс тілді қазақ тілді деген терминді қолданамын. Себебі орыс тілді дегеннің ішінде, оның ішінде 3-4 миллион мүмкін қазақтар бар шығар. Орыс тілінің қатарында. Біз қазақ тілдер деген уақытта оның ішінде біздің марқұм Герольд Бельгер ағамыз, Асыл Осман, міне отырған жаңағы Максим, 100 мыңдаған басқа ұлт өкілдері бар қазақ тілдер дегенде. Сондықтан естеріңізде болсын, осыдан сақтанайық. Тіл мәселесін, саясат мәселесін айналдырмауға тырысайық. Шындығында да ол екеуі екі түрлі мәселе. Қоғамнан шығып жатқан контентке сұраныста ұсынылып жатқан контент те өте аз емес. Ол жерде тілдің тазалығы жөнінде бөлек әңгіме көтеруге болады, бөлек айтуға болады. Но бірақ мойындау керек дүние, бүгінде орыс тілді танымал блогерлердің өздері қазақ тілінде жазуға мүдделі болып отыр. Өйткені қазақ тілді аудитория шын мәнісінде өсіп кеңейді. Мемлекет тарапынан жасалып жатқан дүниелердің бірі осы арналардың контентін және осы арналардың біздің елде теледидардан сіздерге көрермен ретінде көрсетілетін контенттің қазақша болуына жұмыс жасап отырмыз. Яғни арна қаласаңыз сізге тек қазақ тілінде контент көрсететін болады. Сондай-ақ, азаматтық қоғам өкілдерінің орыс тілді аудиториясына арналған 6 онлайн семинар кездесу өткізілді. Отандық сабақ кезет платформасында жүргізілген бұл кездесулерде мемлекеттік тілді дамытудың өзекті мәселелері мен перспективалары талқыланды. Жобаның келесі бағыты бойынша қазақ тілін ана тілі және мемлекеттік тіл ретінде насихаттауға арналған анамның тілі және бір тіл, бір әлем тақырыбындағы бейнероликтер дайындалып, әлеуметтік желілерде жарияланды. Балам, бұл замандағы жарыс, ғылым мен білімдегі жарыс. Бұл замандағы нағыз ерлік, ғылымдағы ерлік. Сендерде зияткер ұрпақтардың арқасында тіліміз мәңгі жасайды. Өйткені білмеймін, түрімде мүмкін андай қазаққа ұқсап бара жатқан шығар, мүмкін сол да бір әсер еткен шығар. Қазір мені қазақ деп көбіне санайды. Найманмын ғой аға, найман ішінде кімсің? Көлдеймін ғой аға. Өйткені мен жатақханада жігіттердің қанышып, әрқашан япырай қазақ халық әнін айтушы едім. Мен қазақша сөйлескен кезде 90% мен Қазақстанда 4 жыл жүрдім, бірақ таксисттер вообще ақша алмаған менде. Сөзіміз де, күніміз де, түніміз де, және түсіміз де қазақша. Сол кезде бізге керек, сізге керек. Бізге емес, сізге керек. Болмайды, қазақ тілін білу керек, әсіресе қазаққа. Егер қазаққа керек болмаса, кімге керек ол? Ана тілін білмей, ешкім сізді сыйламайды. Машһүр Жүсіп атамызда айтқан бар ғой. Сақалы бар, мұрты жоқ, діні бар, ұлты жоқ. Не сол қазақтың дастарханы жоқ, не сол қазақтың тілі жоқ. Өзге тілдің бәрін құрметте, өз тіліңді біл деген сияқты. Қазақ тілін насихаттауға бағытталған маңызды шаралардың бірі мемлекеттік тіл мәселелері бойынша сараптамалық пікірлерді жинақтау және талдау жүргізу,
тіл саясаты саласындағы жұмыс тетіктеріне жетілдіру бойынша ұсынымдар қалыптастыру. Осы мақсатта түсіндіру жұмыстары мен семинарларда айтылған пікірлер және азаматтық қоғамнан алынған сауалнамалар негізінде еліміздің тіл саясаты саласындағы жұмыс тетіктерін жетілдіру бойынша ұсыныстар қамтылған талдамалық анықтама дайындалды. Мемлекеттік тіл қоғамдық тұтастық пен тұрақты даму кепілі. Мемлекеттік тілімізді сөйлеп, бірлігі мен ынтымағы жарасқан берекелі қоғамды дамытуға бірге атсалысайық. Жобаны жүзеге асырушы Ахмет Байтұрсынұлы, Білім академиясы.